Али Имран сүресі 176-185 аяттар. Кәпірлікке асқандардың жағдайы сені қайғыртпай-ақ қойсын. Уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Олар Аллаға ешқандай да зиян келтіре алмайды. Олардың бұндай болуының шын себебі Алланың оларды ақыреттік несібесінен құр қалдырудың қалағаннан. Оның үстіне ондайлар үшін ақыретте үлкен азапты да дайындап қойды. Жүректеріндегі имандарын имансыздыққа сатып жібергендер де Аллаға ешқандай зиян келтіре алмайды. Олар үшін ақыретте жан қинар азап дайын. Кәпірлердің азабын шегеріп, кейінге қалдырғанымызды жарылқау деп ойламасын олар. Бұл мерзім оларға күнәларын арттыра түсу үшін ғана беріледі. Ал ақыретте қорлыққа толы азап дайын. Зұлымдықты ізгіліктен ажыратып алғанша ғана Алла мұсылмандарды осындай Ухудтағыдай жағдайда қалдыра тұрады. Алланың шынайы ғажаптары сендер үшін құпия. Алайда Алла өзі қалаған пендесін елшілікке сайлайды. Ендеше Аллаға және пайғамбарларына иман келтіріңдер. Егерде иман келтіріп тақуалардан болсаңдар, сендерді кереметтей сый-сияпаттар күтіп тұр. Алланың жарылқап берген нәсібін жұмсауға сараңдық жасағандар игілікке кенелеміз деп ойламасын. Сол қылықтарымен олар өздеріне зиян жасаған үстіне зиян жасайды. Ал қиямет күні сараңдық жасаған өзгелерден аяған дүниелері олардың мойындарына оралады. Ғарыштар мен жердің мұрасы Алланың иелігінде. Алла істеген істеріңнің бәрінен хабардар. Құдайы кедей, ал біз баймыз деп айтқандардың кекесін сөзін Алла естіді. Олардың айтқан сөздерінде пайғамбарларды әділетсізді өлтірген қылмыстарын да біз жазып қоямыз да, қиямет қайым болғанда жалындаған күйдіруші от азабының тауқыметін тартыңдар дейміз. Бұл олардың өз қолдарымен істеген күнәлары үшін көретін азабы. Ақиқатын айтар болсақ, Алла пендеге зұлымдық жасамайды. Сендерге мен бір құрбандық жібермейінше, және де жайдың отын жайлап қалмайынша, бірде-бір елшіге сенбеңдер деп айтқан Алланың өсиеті бізде бар деген яһудилерге маған дейін де айқын дәлелдермен және өздерің айтқандай мұғжизалармен елшілер келген еді ғой. Егерде өз сөздерінде тұрған болсаңдар, оларды неге өлтіресіңдер? Деп айтқан оларға, уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Егерде олар сенің сөздеріңді жалғанға шығарса, онда сенен бұрынғы мұғжизалар Зубурды және нұрлы кітапты әкелген елшілерді де өтірікке шығарғаны. Әрбір жан иесі өлімнің дәмін татады. Қиямет күні Құдай бәрінің есебін береді. Кімде-кім тозақ отынан алсатылып, жәннатқа кіргізілсе, шынайы жетістікке жеткені. Ал дүние тіршілігі дегеніміз әртүрлі ләззаттармен пенденің өзін өзі алдауы ғана.